Кітаптарды көріп, кітаптар туралы айтса екен деп еді. Сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Бұл кітаптардың мен енді өмір бақи жинаған кітаптар, оның бәрін айтуға енді бір ай керек. Ол кітаптардың қандай екенін, қандай несі бар екенін. Әр кітаптың өзінің өмірі бар, бірақ көбісі ол рухани кітаптар. Рухани білімнен, сондан өзімнің енді стартовый капитал дейді ғой, соның несі жиналған. Сонда кітаптардың ішінде менің білімім жоқ. Менің екі кітаптағы шығарған білімдері жаңа білімдер бәрі де. Ал цитаталар болса, оның бәрі де кітаптарда тұр, қай жерден пайдаланғанында. Сол діндердің арқасында үлкен қатынас бар екен бір-біріне, жақсы да, жаманы да. Сонда біздің дәуірінде, дәуірге 8-ші ғасырда біздің далада, кең далада, Қостанай мен қазіргі Челябинск арасында Арқайым деген қала болды. Оны қазір қазбасын бәрін тауып алды. Ол мастеровой қала, мастерлардың, ұстаздардың қаласы. Сонда орыстар біздің қаламыз деп сразу жеп ете салды. Оның орыстардың ғалымдары, енді уеті бар. Оған жауап беріпті: дорогие товарищи, поселение Аркаим рядом, ни одной не надо свиной кости. Оңкей, жылқының, қойдың сүйектері. Сонда олар шошқаны етін жемеген. Сонда олар сезонмен жиналған шығаруға қола инструменттерді, қаруды шығарады, апарат, сатады, сөзген демалады бір-екі жыл сөйтіп. Сонда сол Арқайымда бір кісі жаңа дін шығарды. Оның атын белгісіз, бірақ оның лақабы аты жаратушы ұлы деген. Оны сөзген Заратустр болып кетті. Жаратушы ұлы, Заратустрдың аудармасы түкте жоқ. Нелерді, түйелді айдаушы деген бірақ тілдері келмейді. Сонда көптердің түсінбейтін парсылардың сөздері, ол түріктің сөздері екен. Сол дінін таратайын деп еді, оны қуып, ұрып, оны қашты. Сарыарқадан өтті, біздің Жетісудан өтті, Талас несінен өтті, Самарқаннан өтті, Бұхарадан өтті, Хивадан өтті, әйтеуір Түркменияға жетті. Одан да тұрмай, әйтеуір сөзген Иранға жетті ол, біздің туысқанымыз. Ол жерде оның діні қабылданды. Екі дүниенің арасында соғыс болатын деген, шайқас болатын. Біреуісі жақсылық, оның аты Хорамазда. Екінші зұлымдық, оның аты Ахриман. Сайтан бізге айтсын. Соның арасында, сол шайқастың арасында біздің сөзі пайда болды. Сол дінге сеніп, парсылар өзінің ұлы цивилизацияны құрды. Парси цивилизация, иранская культура деген. Сол Иран цивилизациясы қазіргі исламның бәр архитектурасы, бәр киімдері, жиһаздары, билері, әндері, поэзиясы, иранский великий поэзиясы. Соның бәрі ислам өзіне қосып алған, сол парсылардың. Оған әкелген дінді біздің жерлесіміз. Жаратушылы, Заратустра. Ал ирандықтар бізге сыйлық бергендері. 2-ші ғасырда біздің дәуірде, тәп сондан, Мани деген пайғамбар болды, жалған пайғамбар. Ол тағы да өз пайғамбардың өмірін өтті, өз туған жерінде, оны ішке түсінбей, оны ұрып, соғып, деген ол қашты. Қашты, Түркменияға қашты, оны ешкім қабылдаған жоқ. Деген біздің Самарқан, Бұхарадан бәрін өтіп, қашып, неге шейін Заратуштың несіне шейін жетті. Одан да ұрып, оны соғып, ол Байқалға шейін жетті. Байқал, Енисай деген. Сонда сол жақта қағанаты болды, түріктердің қағанаты. Сол түріктің қағанатында
Оның діні пайда болды. А оның дінінің мағынасы адам жаратқан жаралған. Ал оған сайтан не берді жараққа? Жамау, жабылу. Жабылу дене оқшай, біздің денеміз. Сол денені тоздыру керек. Арақ ішіп, жынысқа түсіп, наша тартып, сөйтіп, неден киімден құтылу керек. Сөйтіп, қайтадан жартан жалған денені босату керек. Сонда соған түріктер әбден сеніпті. Сенгенде, сенбейтін тәңірге сенетін түріктер, неге мәнеге сенетін түріктер соғыс болғанда, ол енді бір жер дүниенің соғысына теңдес болды. Қырылғанда сонда екі жақ жүзген бөлініп кетті түрік қағанаты соның арқасында, жалған сыпайғылардың. Біз оларға жақсы жауап бердік. Олар дамыды. Ал бізді тоздырды. Екі қашқын адам болды сол жақтан. Бірісі қырғыздар қашты. Ашаршылықтан. Екінші оның артынан ұйғырлар қашты. Қазіргі ұйғырлар, оның аттары ұйғыр емес, ол бұрынғы жоғалған түрік тайпасының атын пайдаланып жүр. Олардың аттары тараншы. Тараншы, қашқарлықтар. Бұрынғы сөйтіп, неде кітаптарда бар, берік карталарда, Таранчинский уезд дегендерде. Қырғыздар біздің еліне келгенде, біздің түрік бабаларымыз енді туысқан, бірақ тілдері кішкене бірге ұқсамайды, ол архон-есейский тілдердің несі әулетінен. Соларға тауды берді. Үстіккөлдің несі, қазір Киргизский алатау деген. Сол жақта олар қонып, дамып, бір ел болып шықты. Соның арқасында. Бір дінге қандай әсер бергені. Ал оның артынан біздің елімізден Сақ Маликасы шықты, Будда, Гаутама, Сиддхарта Гаутама. Ол Непал тауларының етегіндегі Кошала деген содан жерде дүниеге келді. Деген ол дін іздеп, Индияға шейін жетті. Индияға шейін Бенарес деген жергелерді жетті. Сонда сол 40 жаста Бодхигай деген теректің астында отырған, фикус религиоза дейді. Сонда не тапты, ашылыққан келді. Просветление. Сөйтіп, ол бәр дүниенің қалай құрылғаны, өмірдің осындай болғанның несін, себебін, пайдасын, причинасын. Соны тауып, өзінің дінін тарата берді. Аға мұна, сөзіңізді білейін, сіздің жаңағы бойыңыздағы сол ұлы қасиеттердің ашылуы да Алатауда болды ғой? Иә, Алатау. Автобус алмай кеткен кезде, иә, тәпсіп сол жерде. Сонда Будданың күйі сізге сол кезде келді? Иә. Мен де түсіндім, бір дүниенің қалай құрылғанын бір жарқ еткенде сонда оны. Сіз сонда неше жастасыз? Онда мен 28 жастамын. Жап жассыз? Иә, 27 жастамын, иә. 27 жастамын, тәп сол жаңа қайтадан дүниеге келген уақыт бір жыл қалды, 28-де жаңа адам келді менің денеме. Сонда мен түсіндім. Сонда біз түріктер Индияға, Тибетке, монғолдарға, жоңғарларға Будда дінін бердік біз. Олар бізге Галдан Церенді жіберді. Мани жіберді, парсылар. Ал буддистер бізге Галдан Церенді жіберді. Сонда 1723 жылда болды енді соғыс, қалмақтармен ақырғы соғыс. 200 жылдай болды соғыстардың соның пайда болған. Соның арқасында біздің елімізде олардың ескерткіштері қалды. Соның бір жері қазір ғалымдар оны зерттеп жатыр, Аблакетка дейді. Будданың несі қалды, храмы қалды, қалмақтардың салған. Тағында бір жері бар. Таңбалтас, бір сөзі. Сонда қараңдар, біз оларға жақсы дін береміз, олар бізге қайтарып өліммен келеді, өзінің толқынымен. Ал
біздің дәуірде өте қызық оқиға болды. 19 ғасырда Карл Маркс коммунизмді шығарды. Коммунизм өз жерінде сіңген жоқ. Немістер оны жаратқан жоқ. Біреудің дүниені тартып, алып, оны бөлуге немістердің сезімі жоқ. Немістердің сезімінде жұмыс істеу керек. Жақсы жұмыс істеген адам жақсы тұрады, жұмыс істеген адам нашар тұрады. Оған енді одан ол қашып, Маркс неге барды? Лондонға, Британияға. Ол жерде сіңген жоқ. Лондонның нелері бастықтары ғой айттым. Біз бос елміз. Ғайыпатқа шықта, өз дініңді тарта бер, іліміңді, фалсафаңда. Бірақ қан төгіс болмасын, төбелес болмасын. Олар да қабылдаған жоқ ағылшан. Кім қабылдады? Орыстар қабылдады. Тез сіңіп кетті. Орыстарға оның сезімінде біреудің дүниесін алып, біреудің жерін алып, біреудің несін пайдаланып деген оның сезімінде ол қонған әбден. Олардың несі жоқ, түбі жоқ. Өзінің кім болғаны екенін әлі де болып тапқан жоқ, кімдер екені. Біреу нормандар болды, сөзген олар қазір олар енді төбекші несінде сонда северный елдер болды деген, сонда сөйтіп енді сол жаққа шықты олар. Біздің қазір Украин бауырларымыз әбден енді тозған екен, біз славяндар емеспін деді олар, біз түркпіз дейді. Біз қаланың шеттерінде сөйлегенде біз олардың айтқан сөздерін түсінеміз, түркше сөйлейді. Содан орыстар сол коммунизмді пайдаланып үлкен қантөгіс шығарды. Ал қарсылас немістерге орыстар фашизмді жіберді. Тәп сол қарамаспен бірге дүниеге келген адам Никифоров деген предприниматель. Bir топ адамдар сондай не шығарды, лозунг Россия для русских. Без жидовства вся Россия деген сондай шықты. Сонда олар неден бастады? Еврейский погромдардан бастады. И сол фашизм сол немістерге қонды сезіміне. Гитлер қондырды. Өте сондай тәртіпті адам бір мезгілде жынданып, қолдарын көтеріп, біз енді ұлы адамбыз деп сөйтіп қан төгіс шығарды, үлкен қан төгіс. Бәр олар жиналмаса, олар жеметін еді. СССР, Америка, Англия, Франция бәрі жабылып, сөйтіп сонда тұншықтырды фашизмді. Ал біздің қазақтар, түріктер қайтадан тағда 751 жылда Талас өзенінің бойында Атлас шайқасы болды. Сонда арабтар Орта Азияны билеп алды бәрінде. Ташкентті де басып алды. Кейбір қазақтың сол сыр жағасының тұрған қалаларында басып алды. Сөйтіп біздің елге кіре бастады. Бірақ бізге сәт пе жоқ па, жоқ сәт пе бойынша. Тәп сол оқыды Қытайдың армиясы келді. 200 мыңдай. Оны басқарған Гаован деген не болды? Қолбасшы Гаован. Сөйтіп сол жерде үлкен соғыс болды. Соғыс оғында 5 күн болды. Онда түріктер, оның несі бастығы Қарлық деген адам. Сол түріктер Қарлық болып кетті. Бәрі ол түріктер. Қарлықтар болды, боя болды түріктер. Ал бәрі де сол Қарахан болды, Қарахан түріктер. Сонда сол түріктер енді ойланып тұрды. Кімнің жағына шығу керек? Ол шешті, Қытайдан жаман ешкім болуы мүмкін емес. Сөйтіп ол арабтармен қосылып, тас талқан шығарды. Сол империяның әскерлері, Қытай империяның. Сол жеңіліс сондай қатты әсер берді империяға, Қытай империяға. Осы күнге шейін бір Қытай әскері қазақтың шекарасын өтіп көрген жоқ. Сол уақыттан кейін. Қанша болды?
2,5 мыңдай жыл болсын да сол соғыстан атлап соғысынан. Екіншіден сөйген исламды қорғады. Қытай басып кетсе, олар неге Меккеге шейін жететін еді. Олардың күштері болды оған. Екіншіден 10 ғасырда Йеменде үлкен көтеріліс болды. Йеменский карматтар, еретиктер. Солар исламға қарсы бәрі арабтардың әскерін бәрін тастаған шығарып, Мекке Мединаны басып тастап, қасиетті қара тасты Қадырмауыт деген өзінің ортасына апарып, әбден соны қорлады сол қара тасты. Сөйтіп, олар Бағдатқа келіп, Бағдатты басып алды. Халиф Бағдат халифа қашты, сонда түріктерге қашты. Түріктерге қашқанда сол сыр бойының несіне келді, түріктердің көмек сұрап. Оның сөзін тыңдап, Боя деген сол қолбасшы түріктердің бәрі билері жарайды, біздің дініне ұқсас екен. Көмектесейік деп. Әскерін жинап, сөйтіп шықты сол карматтарға қарсы. Бірақ сондай шарт қойды. Біздің тапқан табыстарымыз бәрі біздікі болады. Қанша дүние тартып алса карматтардан. Сізден біз бір тиын сұрамаймыз, халиф ата деп сөйтіп. Сөйтіп сол шартқа қойды. Солар келіп, тас-талқан шығарып Йемендердің карматтарын. Бағдат несін босатып, халифті қайта орнына отырғызып тағына. Сөйден халиф сұрады, енді Мекке Мединаны босатыңдар, қара тасты орнына келтіріңдер деп. Сөйдеп олар Йеменнің арқасынан қуып Қадырмауытқа жетті. Қадырмауытқа келгенде олар енді ол уақытта өте күшті бекініс болатын. Бір 20 метрде ұзындығы қазір, биіктігі дегенде. Сол бекіністен олар үлкен қылыштарды көрсетіп, соның неледі суын қайнатып, майын қайнатып, пальмалы майын қайнатып жатыр. Оны жақсы білетін түріктердің жігіттері оразбай шауып, садақтан атқанда бір оншақты түсті құлап. Май қайнатып жатқандар, сонда анау түсінді Йемендіктер. Бұдан біз құра қоймаймыз. Неге? Сөйлесуге шу керек. Шалдарын, сақалдар бар шалдарын алдына салып, сөйтіп, олар келді, келісіме келдісін екеуді, екі жағы. Йемендіктер біріншіден тасты орнына қайтарады, екіншіден не төлейді? Налог төлейді. Салық төлейді соларға. Сонда салықтың төлегені неге мінгенде бір аптаға ұзын жоғысын созылды төлеген. Сөйтіп, тас орнына оралды, түріктер исламды сақтап қолды екінші рет. Үшінші исламды сақтап қолған бейбарыс. Ол крестонос нелер кіргенде, солға қарсы шыққан бейбарыс күшті оларға соққы берді. Сөйтіп, олардың да тарауы тоқталды. Сөйтіп, ислам тағында үшінші түріктердің арасында, бірақ мәмлүктердің несінен. Сөйтіп, біздің сонша исламға бізге жақсылық көрсеткеннің арқасында исламдар бізге толқын жіберді өзінің. Қайтаратын толқыны аяқталды. Олар біздің үйімізге жыландай ысылдап кіріп, дос болып келіп, бәсінде миын бұзып, қазақтардың меншіктеп алып. Сөйтіп, қазақтар мұсылман болғаннан кейін Өзбек хан, Шыңғыс ханның тұқымы, құрылтай жинады. Құрылтайда сонда келген қонақтарды түнде бәрін бауыздап тастады. Ислам үшін. Сөйтіп, ислам бізге қан төгіспен қайтадан оралды. Парсылар бізді Манилеге жіберді, буддалар бізді Галдан Серенді жіберді, ал мұсылмандар бізге Өзбек ханды жіберді. Өзбек ханның атынан қазір жауған түрк ағаларымыз жүр, Алла шапан. Сөйтіп, діндердің араласы өте қиын болып оралды. Енді біздің жаңа дініміз дүниеге келді, өте ұмытылған Тәңір діні қайтадан тәйтеге көтеріліп бара жатыр.
Оның жалғасы қандай болатыны мен білмеймін. Бірақ осындай оқиғалардың зерттеуде біз ойлануымыз керек. Бір жақта Тәңірге сенетін бір мемлекет болса, одан не күтуге бізге керек. Сондай оқиға, бұл қызық болды. Осы мынау кітаптардың оқып мен сондай әдетім бар, не оқысам, оған содан кейін жүздеме жасаймын. Үлгі аламын сонан. Қару не туралы оқысам, оның бір үлгісін аламын. Қару жарақтың ескі адамдардың бір қылыштарын, бәрінде садақтарын. Ал діндердің енді қазіргі келген оқиғалары осы менің енді ойым шықпайды ойымда. Біз көтеріп жатырмыз, жаулар шығып жатыр. Ол жаулардың қандай әдістері болады? Бұл дінді тыныштықтыруға. Оны тоқтатуға олар түседі. Ғарыш күштеріне қарсы. Жер дүниеде қазір күш жоқ. Екіншіден, Тәңір дінді қабылдайтын қарсы емес елдер, ол христиандықтар. Буддалықтар қолма-қол тағында. Ал бұлар 2 миллиардтай халық. Христиандықтар 2 миллиардтай халық. Католиктер 1 миллиард 300 мың қазір екен, 3 миллион мың. Православный 200 миллион халық. Протестанттар санды білмеймін. Сонда бізге қарсы отырған жалғыз ислам. Сонда исламның өзінің Сауд Арабиядан, олардың ортағылығынан бізге шыққан ешқандай жаманшылық жоқ. Қарсылас, олар бизнесмендер Қатардың, Абу-Дабидің, Эмираттардың бизнесмендері бізге кіріп жатыр, ақшасын төгіп жатыр. Қарсы болып жатқан біздің молдалар. Ол молдалар, біздің молдаларымыз. Ол енді қызғаныш. Қызғаныш арқасында енді олар сұмдыққа жетті, сұмдыққа. Енді білесіңдер, мен қайтадан айта бермеймін. Менің түрімде оның көрініп тұр, оның сұмдықтары. Менің кіртеген көзім, тозған денем, бұл грим емес, бұл не емес, мен шын осындай сырқаттанып жүрмін. Ауырат, бір жерім, асқазан ауырат, құлақ ауырат, жүрек одан да жаман ауырат. Бірақ мен қорықпаймын, өлімнен қорықпаймын. Бір қыз сұрақтан, 40 күнде асау дүниеде мен болам ба жоқ па деп. Көрші болам, мен осы дүниенің бағынып жүрмін тәртібіне. Асау дүниесінде болам, ментал дүниесінде болам. Жүзеге модульмен кетем анау кеңістікке, гиперкеңістікке. Ол жерде маған жаңа дене береді, жаңа материядан. Ал қалған сұрақтарға ол жауап беруге уақыт жоқ. Бұл енді деңгей биік сұрақтар емес.